Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін өте дәмді творожный пирог жасайтын боламыз. Құрамы қолжетімді, бір жасағаннан шығатын, бір шайда жерініп кететін пирогымыз. Сіздер де отбасыңызға жасап қуантып қойыңыз. Бізге керекті 3 дана жұмыртқамыз. Жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Таза құрғақ ыдысымызға салып, сағат тілімен 3-4 минуттай блендерлеп алатын боламыз. Массамыз 2-3 есеге көбейеді. Массамыздың үстіне аз-аздан 70 граммдай қантымызды сала отырып блендерлеп алатын боламыз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Достарыңызға да бөлісуді ұмытпаңыз. Қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Менің әр салған видеом сізге бірінші болып жететін болады. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Аз-аздан қантымызды сала отырып блендерлейтін боламыз. Мен осы пирогты жиі жасап отырадым. Отбасым өте жақсы көреді. Бөлме температурасындағы сармайымызды салып, біркелкі масса етіп араластырып алатын боламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, аз-аздан сала отырып, блендердің көмегімен біркелкі масса етеміз. Массамыздың үстіне бөлме температурасындағы творогымызды да салып, біркелкі араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алған массамызды, ыдысымызды дайындап, астына сармайымызды жағып, массамызды құятын боламыз. Пешімізге 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан міндетті түрде қарап отырыңыз. Бетін әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Мен малинадан жасалған вареньемді құйдым. Бетіне сіздер әртүрлі жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Міне менің пирогым дайын болды. Енді пешіме пісіріп алатын боламын. Дайын болған пирогымның үстіне сахарный пудраны септім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Менің рецептім ұнаған болса, өз достарыңызбен де бөлісіп қойды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.
маған міндетті түрде тіркеліп менің рецепттерімді қарап отырыңыз. Ас болсын.